Қарақалпақстан көшесіне мұрат етеміз. Көріп тұрғаныңыздай біз Қарақалпақстан көшесі һәм Халық банктің қасындамыз. Бұл тарапымыз Шахмаркет. Енді Халық банктың артынан жақсы жерден жақсы жер орны сатылуға шығып жатыр. Әзіргі уақытта осы Халық банк һәм бұл тарапымыз, оң тарапымыз Шахмаркет. Көріп тұрғаныңыздай осы неке толықлай піскен кірпіштен салынған осы ғимаратты видео шолуын істейміз. Олай болса, бізге бір дана лайк басың. Бұл тарапымыз факел, бұл тарапымыз әддел ішкі істер. Һәм көріп тұрғаныңыздай ғимаратымыздың өзі. Ғимаратымыз толықлай піскен кірпіштен салынған. Фундаменттері бекем, подушкасы менен фундаменті бетоннан құйылған. Жәмі квадраты 200 квадрат делінбекте. Һәм артында осы көріп тұрғаныңыз бұрынғы романтик кафеге дейін өзінің жері бар екен. Бұл жер орнымыз әзіргі уақытта не жилой. Һәм жилой қылып істеп алуға болады деп жатыр. Например, бұның арт бетіне үйіңізді салып, бұны бизнес имарат қылып алсаңыз болады. Мысалы, әзіргі уақытта бұл жерге нелер істеуге болады? Бұл тарапымыз паспорт стол, бұл тарапымыз көше, трасса, мысалы үшін оқу орайлар ашуға болады. Һәм де мысалы фастфудлар ашуға болады. Мысалы теннис стол қоюға болады, PlayStation, гейм клуб. Қоласы өзіңіздің бизнесіңізге қандай да бір мүмкіншілік туылатын болса, осы жерге беймәлел ашсаңыз болады. Болмаса комментарийға жазып кетің. Бұл имаратты сіз алғанда не істер едіңіз? Ямаса не мақсатта пайдаланар едіңіз? Әзіргі уақытта документе не жилой, бірақ жилой қылып документ істеп алуға болады деп отыр. Экранда көрінген номерлерге звондаймыз әзір достар. Иесі бақасын айту сыр болуын қаледі. Иесінің өзіменен келсеміз, арзан бақаға беріп жіберемен деп жатыр. Соның үшін өзіңіз беймәлел қоңырау етіп, бақасын білесіз, өзіңізге қайсы сума мақұл келсе, сол суманы айтасыз, иесі туыр келсе, беріп жіберемен деп жатыр. Саудасы бар, қоңыраттың жақсы жерден, локация жақсы жерде деп беймәлел айта аламыз, қаланың іші. Сол үшін бұл видеоны осындай имарат іздеп жүрген достарға жібереміз.